доллар аударылады. Бұл ақшаны бала 18 жасқа толған кезде ғана оның растауымен алуға болады. Сондай-ақ, ол 18 жасқа толғанға дейін ата-аналарға ай сайын 50 мың теңге көлемінде төлем беріледі. Екінші бала туылған кезде баланың жеке шоты ашылып, мемлекеттен 32 мың ақш доллары аударылады. Содан кейін баланың 18 жасқа толғанға дейін ата-анасына 60 мың теңге көлемінде ай сайын төлем төленеді. Үшінші және одан кейінгі баланың туылуында әр баланың есебіне 32 мың доллар аударылады. Одан кейін бала 18 жасқа толғанға дейін ата-анасына ай сайын 70 мың теңге төленеді. Сондай-ақ төртінші баланың туылуында ата-аналар көп балалы болып саналады және оларға мемлекеттен тегін баспана беріледі. Төртінші бала туылған кезде анасына жұмыс істеуге тыйым салынады. Ол мемлекет есебінен қамтамасыз етіліп, зейнеткерлік жасқа жеткенше ай сайын жалақы ретінде 170 мың теңге алады. Осылайша біз мемлекеттегі кедейлікті жоямыз. 18 жастан бастап әр азаматтың есеп шотында кем дегенде 30 мың доллар болады. Сонымен қатар, ата-аналар балаларының білім алуына ақша жұмсамайтыны, бұл отбасының материалдық мүмкіндіктерін едәуір арттыратындығын ұмытпаңыз. Өйткені қазір әр ата-ана өз табысының 60%-ын балаларының білім алуына жұмсайды. Несиелік амнистиялар мен несиелер сатып алу процесі. Барлық азаматтарға несиелік амнистия жарияланады. Жаңа жүйенің негіздемесіне дейін барлық қарыздар кешіріледі. Содан кейін несие беруді толық бақылауда ұстау. Несиелердің жылдық пайызы 5%-дан асып кетпеуін қадағалау. Автокөлік дилерінен көлік сатып алған жағдайда мемлекет автомобильдің жалпы құнының 20%-ын төлейді. Сондай-ақ бизнес бастаған кезде мемлекет шығындардың жартысын субсидиямен қамтамасыз етеді. Жас жұбайлар мен некелік. Бүгін біз жастар арасында жиі ажырасуды байқаймыз. Мұның бәрі қаржылық мәселеге байланысты. Жас жұбайлардың қаржылық мәселелерін келесі жолмен шешуді ұсынамын. 18-25 жас аралығындағы ер балалар мен 18-23 жас аралығындағы қыздар үйленсе, мемлекет тойдың құнының 50%-ын төлейді. Егер шығын 5 миллион теңгеге дейін болса, бірақ ер баланың да, қыз баланың да жасын ескереді. Егер олардың кем дегенде біреу тиісінше 25 немесе 23 жастан асқан болса, онда олар мемлекет шығындарын 50%-ын жабу арқылы көмек алатындардың санатына қосылмайды. Өз кезегінде жас жұбайлар үйлену тойының шығынын толық есептелген чектарын көрсету керек. Сондай-ақ 18-25 жас аралығындағы жаңа үйленгендер, ер балалар мен 18-23 жас аралығындағы қыздар үй немесе пәтер сатып алғанда мемлекет мүліктің жалпы құнының 40%-ын төлейді. Бұл жерде екеуінің де жасын ескереді. Егер олардың кемінде біреу тиісінше 25 немесе 23 жастан асқан болса, онда олар жылжымайтын мүлік құнының 40%-ын жабу арқылы мемлекет тарапынан көмек алатындардың санатына қосылмайды. Осылайша, біз жаңадан үйленгендердің қаржылық проблемаларынан құтыламыз. Ажырасқан жағдайда жаңадан үйленгендер мемлекет төлеген шығындардың жартысын өтеуге міндетті. Яғни, мемлекет үйлену шығындарының 50%-ын немесе жылжымайтын мүліктің 40%-ын төлеген болса, жаңа үйленгендер мемлекетке 50%-дан 25%-ын және 40%-дан 20%-ын қайтаруға міндеттеледі. Менің ойымша, қаржылық проблема болмаса, отбасылық проблемалар да жоқ болады. Біз республикамыздың азаматтарын көбірек басшылық лауазымдарда болуына көз жеткізуге міндеттіміз. Біздің азаматтар өз елінде құл болып жүргеніне мен бұдан әрі шыдай алмаймын. Осының аясында шетелдіктер 10 есе көп жалақы алады. Менің мақсатым алаңдар мен көшелерде төңкеріс жасау емес, ең алдымен адамдардың жүрегі мен санасында төңкеріс жасау. Барлық адам әрдайым революция елдегі төңкеріс емес, санадағы төңкеріс екенін түсінуі керек. Менің халқымның санасындағы революция тарихи болуы сөзсіз. Менің түсінігімдегі революция бұл елде бүлік жасау емес, жаңа өзгеріс алып келу. Менің халқым мемлекеттің ұлттық меншігі белгілі бір топтарға емес, тек оларға тиесілі болуы керек деген қорытындыға келуі керек. Осы мақсат үшін біз өз елінің болашағы саналатын жастар ретінде ұрпақтарымыздың мүддесі үшін қоғамымыздың құлдық ойларын біріктіріп өзгертуіміз керек. Мұны келер ұрпаққа қалдыруымыз қажет. Қазіргі үкімет өз күндерінің соңғы уақыттарына таяды. Олар ашкөздіктері үшін жемқорлық пен қарызға белшесінен батқан. Қарапайым халықтың ешқайсысы оларға сенбейді. Олардың ғасыры өтті. Біздің мемлекетімізге бір отбасы мен белгілі бір адамдардың мүдделерін ойлайтын емес, барлық халықтың мүддесін қорғайтын уақыт келді. Менің арманым, менің халқымның ойлауы мен санасына өзгерістер енгізу. Сонда ғана біз белгілі бір адамдарға тәуелді болмауға қол жеткіземіз. Біздің мемлекетті басқаратын шенеуніктер емес, менің ұлы халқым шенеуніктерді басқарады деген қорытындыға келуіміз керек. Бұл менің шынайы мақсатым.